Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз мінекей тағы да бір жаңа өрнек үйренетін боламыз. Мінекей қараңыздаршы, қандай күшті керемет, иә? Бұл өрнек бар болған өзі бір қатардан тұрады және үш көзден. Мінекей бір қатардан тоқылғаннан кейін бұл өрнек өзі екі жағда да бірдей болады, оңында да терісінде де. Қандай керемет тамаша, иә? Мінекей. Ал кеттік ендеше осы өрнекті бүгін тоқып үйренейік. Мен мына жерде 11 көз алдым және теріс жағынан барлық көздерді терістен тоқып шықтым. Ал кеттік. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Бірінші көзді іліп аламыз. Сөйтемізді бір жіпті іліп аламыз. Енді екі оңды екеуін бірге оңға тоқимыз. Және де осылай ұстап тұрып, осы екеуін және де үшінші көзді де қосып алып, үшеуін бірге оңға тоқимыз. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір жіпті іліп аламыз. Екі оңды екеуін бірге оңға тоқимыз. Және де осы екеуімен бірге үшінші көзді де қосып алып, бірге оңға тоқимыз. Мінекей. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір жіпті іліп аламыз. Екі оңды екеуін бірге оңға тоқимыз. Және де екеуін бірге үшіншісін қосып оңға тоқимыз. Мінекей, өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді теріс бетінде де дәл солай тоқитын боламыз. Бір жіпті іліп аламыз. Екі оңды екеуін бірге оңға тоқып, осылай ұстап тұрып, осы екеумен бірге іліп алған жібімізді, бұл енді үшінші көз болып есептелінеді. Үшеуін бірге оңға тоқимыз. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір жіпті іліп аламыз. Екі оңды екеуін бірге оңға тоқып, осылармен бірге үшінші көзді де бірге оңға тоқимыз. Дәл осылай осы қатардың аяғына дейін тоқып шығатын боламыз. Мінекей. Әзірге онша дұрыс көрінбейді. Енді оң бетіне тағы бір қайталап жіберейін. Бір жіпті іліп аламыз. Екі көзді екеуін бірге оңға тоқимыз. Дәл осылай ұстап тұрып, үшінші көзді деп үшеуін бірге оңға тоқитын боламыз. Тағы бір қайталап жіберейік. Бір жіпті іліп аламыз. Екі оңды екеуін бірге оңға тоқимыз. Және де осылармен бірге үшінші көзді де бірге қосып оңға тоқитын боламыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой? Оңай бұл өрнек өзі. Мінекей. Осымен аяқталды. Ал енді үлкен өрнегімізді көріп жіберейік. Мінекей, қараңыздар. Бұл өрнекпенен де жіңішке жіппен жазғы кофта, жилет тоқуға болады, иә? Мінекей, қараңыздар, қандай күшті керемет. Мінекей, бүгінгі көрсетейін өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар, бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.